Сіз неге жылаған жоқсыз? Жыладыңыз ба? Тас жүрек екенсіз негізінде. Әзілдеп отырмын я. Просто сіз ортаға шақырғаным, сіздер де тойдың егесіздер. Бауырсыздар, содан кейін ортаға шақыр, бір ауыз халықпен таныстырайын, өзімде көріп алайын деп жатқан ғой. Азекеңнің түрін, жеңгеміздің түрін, қош келдіңіздер, тойларыңыз құтты болсын. Енді ағасы бардың, жағасы бар, інісі бардың, тынысы бар дейді. Бауыр деген өте керемет. Өмірдегі бір орны ерекше, ешкім тауып бере алмайтын адамдардың бірі, жандардың бірі ғой. Азекең аман болсын, тойларыңыз құтты болсын. Енді қазір мен Нұрекеңнің настроениесін көтеру үшін жұмыс жасайын. Кішкене настроениесі түсіп қалды. Анашым деген әнді бекер айттым ғой деймін, нормальный ма? Өзің өмірде бір тойға барған кезде халықтың алдында бір қандай әнге билегенді жақсы көресіз? Өзіңіздің бір жақсы көретін әніңізді айтыңызшы. Өлең айтпас, уайымдамаңыз. Кім өзіңіз өміріңде бір жауап берші, келінмен ақылдаспашы, өзің жауап берші. Қандай әнге билеген жақсы көресің тойда? Үйде свет бар ма өзі? Не болды, бәрі нормально ма? Бұлт көрдім бе таулардан. Қалай? Бұлт көрдім бе таулардан, мамырлаған деген әннің атын білме деген сол. Сен флешкіңді ауыстыру керек қой дәке. Бұлт көрдім не дейді? Бұлт сен ауа райы етіп кетті ғой, не болып кетті өзі? Шал адамбыз деп. Сен шал емессің, бауырым, мен мысалы өзім шал деп Азекеңді айтуға болады деп ойладым. Қандай ән жақсы көресіз? Қойып берейік бір ән, бір билеп беріңізші. Жоқ, мен әшейін басқа ән қоямын. Бұлт жайлы ән қоймайды қойықшы кеңіз. Жаңбыр жауып кетсе тағы да кеңіз ортаға. Ақ көйлекпен, сол ақ көйлек киген нормально ма? Ал кетіп. Мына қараңыз, жалғыз өзіңіз билейсіз. Иә, ол келіншегіңізбен билемейсіз, өзіңіз білесіз. Құрметті ағайындар, ет жеп отырсаңыздар, кішкене ортаға назар салыңыздар. Дәкеңнің настроениесін бір көтеріп алайық. Бұл кісі кішкене көңіл-күй болмай жүр, білмеймін, не уайымдап жүргені. Дайынсыз ба, ақ көйлек киген, көк көйлек бүйтеміз қазір. Мына камера кішкене, аға сенің ол Берсеңдішін апарып, жалғыз қалай білесің? кіммен билегің кеп тұр? Жолдас. Ол кісі өзі билесінші деп тұрған бола ма? Өзін билеші, сен жылап жүріп, бірден күлесін ады екенсің, біртүрлі екенсің сен, Ал, құрметті ағайындар, Нұрекеңе бір музыка қоямыз, билемесеңіз де болады. Әшейін, сәл билеп бар, ана ортадан қайтқан кеңіз, бүкіл халық сізге шапалақ ұрады. Жалғыз өзің тойдың егесі деп шақырып жатырмын, сіз дайынсыз ба? Ау? Жұлдыз боласыз бүгін, Құдай қаласа. Ал кеттік, алдарыңызда тойдың иесі, кішкентай бүлдіршіннің әкесі, красавчик, Долғол шапалақ, Дәке, қошемет қайда? Падешкі қайда? Долғол! Наймандар той құтты болсын! Долғол шпен! Падешкі жылайды екен, қоймашы ары қарай. Мықты билет негіз. Ұнады ма, құрметті ағайындар? Красавчик, мықты биледі. Өте әдемі, өзіне сай, өзіне жанасып тұр, өте мықты биледі. Енді Нұржасқа сізді бір билетпесек те, сіз бір былай өтсеңіз болады бүкіл халықтың арасында. Өйткені сіздің бүгін көйлегіңіз өте әдемі болып дайындалғаны көрініп тұр. Тойға дайындалған, не деген көйлек, не деген прическа. Долғынмен Азекеңе қарасаңыздар, 1 сентябрь сабақ болып жатқан сияқты негізінде. Сол баяғы, еркектер қауымы сондай ғой, костюм алсақ болды, Аллаға шүкір. Семіріп кетпесек, бір костюмді 10 жыл киеміз енді. Ол әңгіменің ашығы. Сәл толып кетсек, ағамыздың костюмін киіп жүре береміз. Енді жасырары жоқ. 2 жыл бұрын алған, бірақ жап-жаңа болып тұр, көп костюм кимейсің ау дейді. Ауыстырып келеміз. Тағы да костюм бар ма? Бар. Бар ма? Не үшін 2 жылдық костюмді киіп келдің бүгін? Вақыт болған жоқ шыны керек, тойға қар боласыз. Өзі моншаға сағат 6-да түстім, 5-де түстім өзі. Енді мына жерде моншаға түскенді айтпайтын шығарсың, Нұрдас? Моншада кірімді қалай ездің? Бәрін сұрақ кетсең, моншаға түсіпті. Алла, бәсе күшті еш шықтыр үстінен. Кір сабының еш шығады десең, Ал енді сіз кеңіз ортаға. Енді сізге бір сұрақ қойайын. Долғын костюмын өте керемет. Сіз көйлекті қай жерден алдыңыз, қай жерден тіктірттіңіз, или Дәкең алып берді ма? Шын айтайын ба? Қалай шын айтайын? Өтірік айтасыңдар ма не сендер?
Sen onda monçaga түскен жоқсың. Ол кісі өтірік айтып тұр ма, не бағана бері моншаға түскен? Точно түстің ба? Көрейінші кіріңдесін. Сіз қай жердансыз? Қытай Урумчидан. Урумчидан енді. Качественный Қытай, иә? Прическаны қай жақта? Қытайда емес шығар, қай жақта жасаттыңыз? Алматыда. Алматыда. Қай жерде? Қай жерде? Салон ба? Салонда жасаттыңыз ба? Мен Естода жасаттым ба деп ойлап қойым ба? Енді сіздің ең жақсы көретін әніңіз, Дәкең бұлттар жайлы айтты. Сіз қандай ән жақсы көресіз? Жақсы көретін әндер көп. Қазақша. Қазақша түріңіз айтып тұр ғой, сіз орысша түсінбейтініңіз қазақша әндер ақы. Қандай ән жақсы көретін? Ал сен оригиналсың деген бола ма? Абжаппар Әлқожа, Дәке, сіз айтып жатырмын деп есептеңіз. Билесеңіз де болады, просто қолыңыз көтеріп, көйлегіңіз бір халыққа көрсетіп қойсаңызшы. Алдарыңызда кішкентай бүлдіршіннің анасы, Дәкеңнің өмірлік жары, красавица келіндеріңіз. Ду-қол шапалақ ұрып қойыңыздар шыққан оригинал. Патешкі қайда? Қошемет қайда? Мықты көйлек киіп алыпсыз енді. Енді Асеке, сізге кезек келді. Сіз не біреуді ұрып жіберейін деп тұрған сияқтысыз қан. Бір нәрсе білдіріп қойған жоқсыз ба кеңіздердағы? Асеке кисеңізші жатағы. Орысша сөйлеу керек пе? Қазақша түсінбей ма? Асеке, не жұмыс істейсіз? Базарда. Базарда? Не істейсіз? Ұрлық? Не істейсіз базарда? Базарда жұмыс істейміз, сатушы. Сатушы, кесеңізші. Кәсіпте береке бар дейді, берекелі болсын я. Енді Асеке, сіз костюмді қақтамыз. Долқынның бұрынғы костюмы десең бай. Қақтамыз костюмді. Сатып алғанбыз. Сатып алдыңыз ба? Сіз бағана тойдың алдында моншаға түстіңіз ба? Тойдың алдында? Бәрі жерді. Болды. Ашуланбамыз жаңағы. Күліп тұрып ішімен мұра құратын сияқтысыз. Енді Асеке, сіздің жақсы көретін әніңіз. Мына кісі өзі сөйлей ала ма? Жақсы көретін әніңіз, Асеке. Ән білмеймін. Онда бір ән қойып берейік. Долқын үшін бір билеп бересіз ба? Елеңіз жаңа. Моншаға точно түстіңіз ба? Бір түрде шықты қаңлайды. Алдарыңызда ағасы бардың, жағасы бар дейді. Красавчик, саудада береке бар. Осы Алматы облысы емес, бүкіл Қазақстандағы керемет кәсіпкер. Ду-қол шапалақ. Асеке! Патешкі қайда, Асеке? Біз саған Асеке ішіне. Патешкі қайда, Асеке? Болды, Асеке, сіз жынданып жүрген жоқсыз ба? Сізден қорыққанда шапалақ ұрып отырған сияқты ғой елдің бәрі. Рахмет, өте керемет. Қалай, көңіл күйіңіз жақсы ғой, иә? Жақсы. Болды, сауда болмай жатыр ма? Неғып ашуланып жүр дегенім ғой, бара беріңіз. Болды, бара беріңіз. Енді жеңгемді ортаға шақырайықшы. Мәссаған жеңгем, не деген красавица. Атыңыз? Дана. Дана ханым, сіздің прическаңыздың аты қандай өзі? Қандай білмейсіз? Бүйтіп жасап бере салды ма, не әшейін? Газелден басын шығарып вылғайда қалдыңыз ба? Енді Дана ханым, қандай музыка сізге? Қызыл өрік. Қызыл өрік? Ол варенье болып кеткен ғой, қоя берейік ба? Бізде негізі бар ма қызыл өрік? Мен сұрайшы, мен музыкантым ол кезде толды ма өзі? Бізде қызыл өрік бар ма? Бар екен қызыл өрік, Данапке. Сізге кішкене флешкаңызды ауыстыру керек екен негізінде. Одан кейін неше түрлі хиттар шықты ғой. Дайынсыз ба? Алдарыңызда Асекеңнің өмірлік жары. Біздің красавчик бауырымыздың жеңгесі. Кіммен билегіңіз келіп тұр? Асекеңмен ба? Ол кісіге бүйтіп шапалақпен бетіңізден ұрып жібермесін бүйтіп жүрген кезде. Бақ, билесіңізші, бірге билеңіздер кеңіз. Өз билесінші өзі. Моншаға түскен жоқ, өтірік айтады. Алдарыңызда Дана жеңгеміз, қызыл өрік, қошемет қайда, шапалақ
тәрбиешімін. Садикте ма? Көрініп тұр. Бүкіл қонақтарға кішкентай балаға қарағанда жүріп жүрсіз ғой деймін. Өте керемет, мықты. Енді Нұрекеңе бір сұрақ қойғым келді. Толқын, дәке, бірге тұрып жатқандарыңызға қанша жыл болды? Кім? Ағам. Ағаммен? Ағаңмен тұрасың ба не сен? Жоқ, келіншегіңізбен бірге тұрып жатқандарыңызға қанша жыл болды? 7 жыл. Аллаға шүкір 7 жыл. Не настроениесі айттың, бәрі жақсы ма? Аға, мен емес қой сендерді қосқан, бәрі дұрыс қой, 7 жылдың ішінде осындай красавица келіншегіңізді бүкіл халықтың алдында айтыңызшы, жылы сөздер. Кім деп еркелетіп жүрсіз? Жаным. Точно ма? Яқ тұрың шок болып қалды кәдімгі болсын. Жаным деп айтады ғой, Ау? Көп айтпайды. Көп айтпайды. Бәсе сразу бүйтіп қарадың, жаным деп тұрдың еді қалдың сол жаным деп. Басқа кімге айтып жүрсің жаным деп, Моншада кімге айттың? Жаным дейсіз, сосын жаным деген күшті сөз не? Сосын не деп айтасың? Сосын Бычыку деп еркелет деп айтамын. Таныс салған кезде. Қалай? Бычыку. Бұрчыку? Ол не бұрчыку деген? Соны жақсы көреді мен жа. Бұрчыку деген не деген мағына берді? Еркелеткен мағына деп түсіндім енді. Бұрчыку? Сіздер бір түрлі екенсіздер негізде? Сіз кім деп еркелетесіз? Урчыку? Бұрчыку емес? Мен өзім түсінбейдім не мағына екенші. Бұрчыку деп еркелеттіңіз ба танысқан кезде? Сосын жаным Бұрчыку, сосын? Еркетайым. Еркетайым, Аллахына. Балалардың бір қаяқтан келді? Лейляның коллективі қаяқтан келді? Су ішеміз дей ма? Сосын қайда алып кетесің ба? Алып кетші айналайын. 10 сағат алып кетші. Қазір су ішіп алыңдар. Не істегесін бе балалар? Құрт бергесін бе? Бәрі шөлдеп қапты ғой. Ал тез балашаға барыңдар. Бала көрсем ашуланам. Барыңдар. Өзім қорқып кеткенмінші, барыңдар. Өз даусынан өзім қорқам. Енем даусын ұқсайды, мен даусын. Барыңдар. Барыңдар. Ай, жаным. Дұрыс қой, аняға барған дұрыс қой? Барыңдар. Моншаға түсіңдер, моншаға. Бұрчыку, жаным, еркетайым, өте керемет. Сіз кім деп еркелет? Жан деймін. Жан, сосын? Жаным. Жаным, сосын? Тағы шағыз. Фантазияңыз жоқ екен, өте керемет. Бұрчыку мен жанымның оқиғалары. Ал Асеке қанша жыл болып тұрып жатқандарыңызға? Өз айтсыншы, пожалуйста. Қанша жыл болды? Еш күле бересіз аға. Бір-біріңіз танисыздар ма? Насыз әйеліңіз ғой, Қанша жыл болды? Сіздер семейінен күле береді екенсіздер негізінде? Чудансыздар ма? Айты беріңіз, қанша жыл болды? Қалдарыңызда бақлашығын алсаңызшы? Қанша жыл? 14 жыл болды. 14 жыл, Аллаға шүкір. Кім деп еркелетесіз? Ау деп еркелетесіз ба не? Ойлашы, 14 жыл болды. Ау деп келсе. Кім деп еркелетесіз? Күле бермеңші, мен де күліп жатырмын уже. Маяк келіп жатыр. Кім деп еркелетесіз? Папа? Кім деп еркелетесіз? Нағыз нормально бәрі? Кім деп еркелетесіз? Дракон деп еркелетем. Дракон? Дакон дей ма? Дакон, сіз ше? Асек деймін. Асек. Міне өте керемет. Дакон мен Асек. Бұрчыку дегенде бір түрлі негізінде. Енді бұл не үшін сұрап жатырмын? Құдай қаласа 14 жыл деп жатсыңдар ғой, бізге де жұғысты болсын. Біздің жолымызды енді Құдай қаласа жастарға бұйырсын, сіздердің жолдарыңыз бізге бұйырсын. Үлкендеріміз сияқты 14, 15 жыл, 20, 40, 50 жылдан кейін бір-бірлерімізді жаным, күнім, айым деп осындай кішкентай бүлдіршіндердің қуанышты тойларында бас қосып, аман-есен той тойлап жүре берейік. Бүгінгі қуанышты тойларыңызды жүргізіп жатқан әртістеріңіз Арман Жаналиев Армани, өмірлеріңізде әрқашанда бәрі болсын нормальный деп қояш, құрметті ағайындар. Әдемілеп қазір хабарлаймын. Көке отырып алсын. Бұл кісілерді подарок алуы мүмкін. Сосын ары бері жүріс қояйық, дастархан басына жайғасайық. Ана кісілердің аты кім? Тұрып тұрған ана ағамыздың рубашка киіп тұрған. Мейрам, мәке отырыңызшы, пожалуйста. Шашыңыз бірден көрінеді екен, отырыңызшы. Ал дайынсыздар ғой, құрметті Найман елі, Лейляның тілешер тойы құтты болсын! Қаттырақ, қайдастарға көреміз ғана!
таңдайды. Қай дастархан? Сіздер қазір кім келді міне? Бәсе бағана көрдім ол кісіні. Ал енді сіз таңдайсыз, дайынсыз ба? Енді кішкене құрметті ағайындар өзгеше шапалау қарайық, орнымыздан тұрып, ана орамалды айналдырып, қолдарыңызды құйып жіберіп біреудің басына. Ерекше шапалау қарайық, дайынсыздар ба? Құрметті Найман елі, Лиляның тірашар тойы құтты болсын! Шаттықтың дастарханы ба? Мына кім? Алдаберген деген кім? Алдаберген бұратаның дастарханына қошемет тұрып қойыңыздар. Алдаберген орныңызда тұрып қойсаңызшы, осы жігітке бір шабалау қарай, ең күшті шабалау қарай осы кісі. Рахмет, Петя. Алдаберген, саған лично сыйлығым бар. Фен. Сізге братан. Сіздің ішіңізде жеңбір бар ма? Болды. Бұл осы дастархан, иә? Ана жақтағылар дұрыс жүрмады ма сонда? Бір көреміз ба тағы? Бір көреміз бұл, соңғы рет. Давайте. Мына дастархан алды, молодцы, күшті шапалау ұрды. Ана жақта апаларымыз күшті ұрып жатырмыз деп маған көзбен ұрысып жатыр. Қараңыздар жөндеп, ят болып қалмасын. Той біткеннен кейін дуалап жүрмесін бізді, давайте. Дайынсыздар ма? Лейляның тірашар тойы құтты болсын! Қай тілде сөйлесіп жатсыздар, ақтасыңдар. Қай? Орынға тәте амалар ағалар отырғанбыз. Жасыл көйлек киген апамыз жақсы тұрды, аты кім? Сен қонақтарын танисың ба өзі кім? Әннұр ағамыздың не? Атын айт маған, атын айт. Жеңгенің атын ұмытып қалдың ба? Танымайтын адам тойға шақырсын ба сонда сен? Кім, аты кім? Атын есіне түспейді. Соны түсіресің, до конца тұрамыз осы жерде, аты кім? Или моншаға түсесің, айт тез, кім, аты кім? Нұргүл. Кім? Нұргүл. Не айтып жатсың сен, аты кім деймін? Нұргүл ханым, қошеметтеріңіз. Маған көрейінші Нұргүл ханымға. Апа болсыз не? Аман болыңыз, аман. Атыңыз кім апа? Шыне ма? Нұргүл екен, дұрыс таптың. Дәке, бір жерде отырыңыз, бір қолыңызға стакан ұстап, таксовать етпей отыршы, айналайын бір жерде. Ал құрметті ағайындар, кішігірім ойын болсын, қазір біздің музыкант жігіт бұрында біз көріп өскен бағдарламалардың музыкасын қояды, кім табат қол көтереміз, ортаға билеп шығамыз. Билеп шыққан адам ғана подарканы алады. Оп-оңай ойын. Дайынсыздар ма? Ортаға билеп шыққан адам ғана, сразу айтайын. Кет, бірінші бағдарлама, жібер. Кім біледі? Кел, музыка, брат. Билеп шығамыз, падеші қайда? Қошемет қайда? Билейміз қайда? Билейміз. Сақал, не рабочий сияқты ғой, кел ортаға. Разный рабочий ма? Рабочий ма? Болды. Атыңыз? Нұрлан. Нұреке, қош келдіңіз. Кім боласыз тойда? Жолдас. Кімнің жолдасы? Долқынның жолдасы. Нұреке, не жұмыс істейсіз? Бірге сауда істейміз. Саудада істейсіздер. Бағдарламаның аты? Мерей животтық. Шапалау құрайық Нұрекеге. Мерей животтық. Не береміз Нұрекеге? Чайник береміз ба? Нұреке, не керек сізге өзіңіз айтыңыз? Таңдасаңызшы өзіңіз, таңдайсаңыз. Бұйырған алсаңызшы, таңдаңыз. Таңдаңыз ағаларға. Фенді, ол құдаларға, мынау сізге бар. Шапалау құрайық Нұрекеге, молодец Нұреке. Бірінші жауап берді, оңай емес, бірінші жауап берген. Келесі бағдар, кім біледі? Мына музыка, кеңіз осы дастархан. Алға берген дастарханы, қошемет қайда, билеп шығамыз қайда. Жоғынып бір билейік, шаң шығарып ортаны, шаршамай, аяғын тарсадай. Көйлек киіп алыпсыз, атыңыз? Бахар. Кім? Бахар. Бахар, кім боласыз? Достар. Кімнің? Долқынның. Долқынның достары. Не жұмыс істейсіз? Косметика саласында. Косметика саласында көрініп тұр, күшті қойын олып. Сырғаңыз көрсетіңізші.
Не деген сырға мынау? Люстра ма? Не мынау? Күшті сырға екен, автобуста қол жетпесе сырғаны ұстап тұра бересің ғой. Қандай бағдарлама? Миллион кімге береді? Шапалау құрайық, Бахар ханымға миллион кімге береді. Енді сізге не береміз? Осыны берейін, мына сыйлық сізге. Рахмет, аман болыңыз. Келесі бағдарлама, қол көтереміз, ортаға билеп шығамыз. Жібер. Оп-оңай. Ар жақтағы сары көйлек, кең сары шашты. Музыканы билеп шығамыз. Билеп, билеп, поддержка! Кардиган ба? Мен скатерма деп тұрмын оны. Күшті екен, өзіңізге күш жарасып тұр. Атыңыз? Гаухар. Гаухар хан, менің әйелім де Гаухар аты. Сол үшін Гаухар болғаның үшін просто бір подарки беріп қойыңызшы пока что мынау сізге. Кім боласыз тойда? Думан жаным, туысқанбыз. Не дейсіз, түсінбедім. Думан, туысқан. Думанның? Думан деген кім? Толқын. Кімнің тойына келгеніңізді білмейсіз ба сіз? Бүгін Думанның сүндет тойы болып жатыр, білесіз ба, иә? Не болып жатыр бүгін? Лейланың тілашары болған. Лейланың тілашары, папасының аты? Толқын. Мамасының аты? Сіз сияқты шатаса білем Толқын. Долқын, мен де шатасып жатырмын Долқын деп. Бүгіннен бастап атын Камшат деп қойыңызшы Долқын деп. Сол кезде шатаспаймын да мен енем аты Камшат та просто. Долқын, не жұмыс істейсіз? Ешқандай жұмыс істемеймін. Көп балалы. Көп балалы ана қанша бала шығар? Шапалау құрайық, көп балалы анамызға құрметті ағайындар. Үйдемін дейді. Далаға шыққанымыз құтты болсын, тойға шыққанымыз. Қандай бағдарлама? Поле чудес. Шапалау құрайық, поле чудес ағайым, мынау сізге аман болыңыз. Сіздің жолыңызды берсін Құдай қаласа. Бәріміз көп балалы ана болайық. Мен де ана болайын. Рошан. Біртүрлі айттыңыз ғой атыңызды. Құрметті қазақ елі, құрметті бүгінгі барлық алыс жақыннан келген туыстар, құда жұраттар той құтты болсын. Сіздерге Павлодар облысынан жалынды сәлем. Павлодардан келіп тұрсыз ба? Бәсе біздің барахолкада мынандай көйлек жоқ қой. Қош келдіңіз, көйлегіңіз әдемі екен негізі. Мықты екен. Не жұмыс істейсіз Павлодарда? Микрофон ұстамаңызшы, пожалуйста, өзім ұстап тұра берейінші. Не жұмыс істейсіз? Мен доктормын. Докторсыз ба? Қандай доктор? Лаборант. Лаборант. Сол не емдейсіздер сіздер? Қан аламыз. Қан аласыз ба? Күйеуіңізбен келіп отырсыз ба? Қан аш шығар күйеуіңіздің, иә? Гемоглобин несі ма? Тұрамай ма? Бас айналып отыр ма? Ойнап жатырмын, әсілдеп жатырмын. Қандай бағдарлама? Білмедім. Сіз не ішіп отырсыз? Бірнәрсе ішіп отқан жоқсыз ба? Қанмен араластырып бірнәрсе ішіп отқан сияқтысыз. Бастан қойып берейін ба? Ұмытып қалдыңыз ба келгенше? Или не үшін шықтыңыз негізі? Сіздерге билеп берейін деп шықтым. Бидің атын ұмытып қалдым. Сіз билеп берейін деп шықтыңыз ба? Hadi ішіп беріп қойық әпкемізге. Павлодардан келіп отыр екен. Просто билеуге шығыпты әпкеміздің. Подарка берейік, бұл кісіге не берсек болады? Мынаны берейік, мынаны. Бұл өте керемет, мынаның ішіне қан толтырасыз да іше бересіз ал сізге. Рахмет, қошемет тұрайық. Павлодардан келіп отыр біздің әпкеміз. Доктор әпке еще. Атыңыз? Сая. Кім боласыз? Туысқандары. Долқынның туысқандары? Долқынның туысқандары бәрі күле беретін сияқты ғой, не жұмыс істейсіз? Врач. Врач? Сізде қанша естіп қандай емес пе? Қандай? Терапевт. Кішкентай балалар емдейсіз ба? Аллаға ауырмасын балаша. Взрослый. Взрослый ма? Қандай бағдарлама? Прогноз бар болды. Болды. Құтты болсын. Взрослый терапевт дейді. Мәңіз онда қамшымен ұрып емдейсіз бе қыз сізге? Аман болыңыз. Келесі бағдарлама, қол көтереміз. Бұл бағдарлама негізі ер кісілер біле ма деп едім, әйел кісілер шығып жатыр. Атыңыз кім? Лаура. Кім боласың? Толқынның келіншегі. Толқынның досының келіншегі. Сен не болды бәріңе бүгін? Не деп отыр Макс бұны?
келіншегім деген несі? Не болды толқын, бәрі нормально ма? Жарым, толқынның түрі моншаға ұқсайды кімде. В общем, толқынның келіншегінің подружкасының Павлодардан келдіңіз ба, қақтан келдіңіз? Жоқ, кімсіз басын айтыңыз? Жинабасын ойын. Атыңыз? Атым Лаура. Лаура. Фамилияңыз? Додаева. Додаева Лаура. Күйеуіңіздің аты? Әлімжан. Әлімжанның аяғының размері? 40 дейді, бәрі біледі екен ол кісі. Енді тойда кім боласыз? Толқынның досының келіншегімін. Тура айтты. Бақан. Күйеуіңіз осы жерде ма? Қан, күйеуің тұрып қойсыншы орнынан. Ассалаумағалейкум, брадан, қалайсыз, амансыз ба? Ай, жаным әшейін. Қандай бағдарлама? Не жұмыс істейсіз бірінші? Оператор. Оператор? Қандай оператор? Кәдімгі оператор. Я күле бересіздер қонақтарыңыз. Не оператор? Қандай оператор? 103-те? 103-те отыратын сіз ба? Телефонды алмай қоятын сіздер ма сонда? Не үшін кешіп келе береді скорыйдың бәрі? Прикол ұстап отырамыз десеңші. Не үшін кешіп келе береді? Енді звондайтын адамдар көп па? Звондай, Құдай сақтасын енді. Бәрі денсаулықтары мықты, ауырмасын. Қандай бағдарлама? Бригада. Бригада? Сен барып операторыңда отыра берші, қайда бригада? Бір подарка берейік енді, ұят болады ортаға шыққаның үшін мынау сізге, бірақ бригада емес, сәл жақындадыңыз. Рахмет сізге. Басынан қойық кішкене. Кім біледі? Көшір. Кеш, братан, музыкамен билеп шықшы, братан. Билеп шықшы, братан. Атыңыз? Азамат. Азекен, кім боласыз? Нұржасқа бөлешар боламын. Нұржасқа. Толқынға? Қайнаға боламын. Қайнаға боласыз, я? Не жұмыс істейсіз, Азекен? Құрылыс саласында. Құрылыс саласында. Қандай бағдарлама? Взгляд. Не дейді? Взгляд. Не взгляд? Бағдарлама. Мына бағдарлама взгляд? Сіздің взглядыңыз болды білеген, братан. Взгляд емес қой негізінде, бірақ братан сізге бір подарка берші берейін, бірақ взгляд емес. Мынау сізге, братан, Құдай қаласа жұма күні киесіз, құтты болсын, братан. Басына қойып, осы бағдарламаны кім біледі? Жібер. Кім біледі? Көшір. Кім біледі? Ана қол көтер, кеңші ортаға. Биле. Саламатсыз ба? Атыңыз? Салтанат, кім боласыз? Мен Толқынға достар оқылымыз. Толқын қандай достар? Кім бастық болған? Толқын. Толқын бастық болған ма? Қош, моншаға түсетін бастық ба сонда? Не бастық сонда, не жұмыс істейді Толқын? Енді ол кісінің техникалық болады. Сол. Техникасы көп, я? Сіз не істейсіз, не жұмыс? Мен қазіргі таңда тендермен айналысам. Сіз тендермен айналысасыз ба? Бәсе, адам менсінбей тұрсыз ғой өзінше ол. Тараздансыз ба? Тараздан екен ғой. Бес бағдарлама, музыка, жібер. Оп-оп-оп. Кім біледі? Кім біледі? Ешкім білмейді. Мына жігіт білетін сияқты, братан, кесейін. Шашы бұйра, братан, сен айтып тұр, братан. Кім еді ол жігіттің аты? Шаттық, кеш ортаға, шаттық, музыканы билеп шықшы шықшы. Билеп шықшы, шаттық. Ой, бірақ, бол, көшір. Шаттық, ана өлеңді қоймадың ба? Шаш ұзын қыз деген, Хасан кәм. Шаке, қалайсың, братан? Не жұмыс? Шаштараз десе. Ойнадым, не жұмыс істейсің? Майда шүйде жұмыс істейміз. Майда шүйде не ол? Барып кел, шауып кел. Барып кел, шауып кел. Сені жібермейтін жыр ешкім братан. Сені жіберген адам қорқатын сен, мен қорқам мысалы сені жіберген. Басын бұрыратын сияқты сен, братан. Жоқ, не барып кел, шауып кел. Не істейсің сонда, братан? Білмеймін, ақшасын біз істей береміз. Не дейді? Ақшасын біз істей береміз. Ақша болса болды істей береміз дейсің ба? Болды, братан. Бауыздай да береміз. Не дейді? Бауыздай саламыз ақшасын біз. Бауыздай саламыз? Братан, не үшін маған наяз жасап тұрсың, братан? Адам бауыздай ма мынау? Шығасың ба, братан?
Шықшы, братан. Шықшы, братан, жүрші. Алдай берген ба? Жүрші, братан. Екеуі билетейікші, жүрдіші кел. Кім ұтады, сол бауызды айт, кел братан. Кел, алдай берген. Сіз кім боласыз? Толқын досым Не жұмыс істейсіз, алдайке? базарда жұмыс істеймін. Не жұмыс? Есік сатамын базарда. Есік сатам? Сіздің есіктеріңіздер пәс сияқты ғой мынандай ғой бәрі. Ойнамадым, тажақтасын. Бір биле жіберіңіздер, кім ұтады, соған күшті сыйлығыңыз бар. Бір мықты сыйлықты береміз. Алда берген қандай музыка қойсын? Разница жоқ, қандай? Разница бар. Қандай айтсаңшы? Сен не болды өзі айнаға қарап тұрған сияқтысың ба? Ал. Абайлап Не жоқ? Кәм сондай ма? Бандит па не? Братан, не істейін? Билемек қоясың ба? Екеуіне вальс қойып берейік па? Не істейін, братан? Мен қорқып қалдым, кәм шаттықтан. Дәке мен аман есен қайтам ба? Есік алда бауызды алып жатпайын бір? Кіткада жүрмейік, кеше Алматы қаласында шаш жоқ біреуді бауыздап кетті деп тұрмасын? Ешінші сен кетіп қалсаң көресің ба? Екеуі. Өзің билей беріп, анан жібере салайық дейсің ба? Жоқ, бірге билеңіздер, жүріңіздер. Кішкене ана қарай тұрыңыздар, люстраның астында. Келіңіздер, люстраның астында жылтыр, келіңіздер ондағы. Алдарыңызда. Братан боқтамасыңшы. Алда берген против шаттық қошемет қайда? Батеші қайда? Шаттық давай! Кім жеңер? Қошемет батеші қайда? Жүден! Мафон романтик, басымда кепка, үстімде адик, қолда гитара, сидим на лавке, сегодня вечером болады парти. Қыздар Вот, келіңіздер. Біреудің басына бір түрлі қарайды екенсің, шаттыққа келіп ортаға. Шаттық келсеңші, подарки береміз, шаттыққа, подарки береміз. Қасапшы, келші, братан. Адам өлтіргіш келсе, братан. Подарки берем деймін, подарки. Ол берет деймін. Қорқып қалдым мен, дәке. Сен өзің айттың ғой, жақсы билейді деп. Кел, братан, кешірім сұрайын, братан. Ол кешірім сұрайын, братан, мен. Мен де бала шағам бар, братан. Енді кім жеңгенін сіздер анықтайсыздар. Бірінші шапалақ шаттық. Енді шаттықпен керемет билеген ауылда берген. Алда берген. Кім жеңді? Мен. Братан, екеуміз кетіп қалмайық, бір пышақпен. Кім жеңді шаттық? Қатты билетен шашым көзіме түсіп кетті. Шашым көзіме түскен. Састарханда. Серьезно, папа, әлі ет қарап жүр ма? Не істеп жүр, папа? Шығып кетсін, папа. Қазір, папа, қайқа баратсыз? Қазір, папа, қайқа бара жатсыз? Қайқа баратсыз? Жұмыстарыңыз бар ма? Болды, аға. Кеп тұрыңыз, үй болса. Жақсы, аман болыңыз, аға. Артыңа қарама. Атыңыз? Аяулым, кім боласың? Достары Толқын дос, не жұмыс? бухгалтер. Қай жақта? Бетонный завод. Бетонный заводта? Бетон жұмыс бар дейтінсіздер ма сонда? Қандай бағдарлама? КВН. Қошеме тұрайық. КВН, құрметті ағайындар. Не береміз? Көпшілік береміз ба? Мынау сізге. Енді соңғы бағдарлама, қол көтереміз сразу. Жібер, соңғы бағдарлама. Кім біледі? Опа-қай. Ақ көйлекті деген жібер. Билепкада. Коллектив және Армани, өзіңізге де көп рахмет. Барлықтарыңызға тек қана алғыс. Тойда кезгейік. Қошеме тұрып қойыңыздар. Енді Толқынға микрофон беріп, дәке, мына жерде біздің жігіттер видеоға түсіріп жатыр. Маған бір қытайша рахмет айтыңызшы, бір ерекше болсын, ертең инстаграмға салып қойайын. Қытайша рахмет айт дейік, боқтамаңыз, мен түсінемін кішкене. Ал, құрметті ағайындар, сәл тыныштыққа, музыканы өшіресің болады, Петя. Қытайша рахмет айтшы, ұзақтып, кәдімгі күштілеп айтшы. 阿玛尼，祝你这工作顺利，谢谢。 Шешеме мақтауысың ба? Шеше деген, рахмет деген сөз. Айта беріңіз, күшті кетіп жатыр. 祝你工作顺利，感谢你这一次对我们这个宴会的组织，付出了这100万的
努力，谢谢，感谢，再次感谢你。 Рахмет, шабалла ұрайықшы, не деген күшті тілек. Не айттың соңғы? Рахмет, сосын шешеге кеттің сосын. Мани жұмысыңызға табыс тілеймін. Амин, Жұмыстарыңыз өркендей берсін. амин. Бүгін түнде аяғыңыздан тік тұрып, біздің Лейла қызымыздың тойына үлес қосқаныңызға рахмет. Амин, рахмет. Оған тойда кезіге берейік. Амин. Болды, рахмет. Той құтты болсын, бір шабалла ұрайықшы. Не деген керемет, ақ көңіл. Енді тойдың жақсы өтуі той иелерінің ниетіне, пейіліне байланысты дейді. Бүгін енді тойымыз Аллаға шүкір 80% бір ойдағыдай өтті деп ойлаймыз. Ең бастысы сіздердің ниеттеріңіз, пейілдеріңіз той көп болсын. Қуанышты күндерде бас қосып жүре берейік. Тілашар, сүндет той, үйлену той, бесік той үйлеріңізде бола берсін. Той құтты болсын, құрметті. Найман елі, тойда кездесейік тек қана. Аман болыңыздар. Тойда кездесейік, тойда кездесейік, тойда кездесейік. Той иелерінің атынан осы той барақтарыңызға жұғысты болсын деген ниетте той бастар рәсіміміз қарсы алыңыздар. Той бастар сіздердің құрметтеріңізге.